Қайырлы күн, сіздермен біз кезекті сабағымызды бастаймыз. Бұл сабақты бастамас бұрын ең алдымен оқушыларға сабақтың тақырыбын болжам жасауға арналған мынадай төмендегідей суреттерді ұсынуға болады. Және бұл суреттермен қатар суреттер сіздерге қандай ой салады, осы суреттерге ортақ қандай тақырып берер едіңіздер деген сұрақтардың төңірегінде оқушылармен пікір алмасып, олардың ойларын тыңдап аламыз. Және де бұл суреттердің барлығы қазақтың көшпенділік өмірімен байланысты екендігі туралы айтатын болады. Сабақтың тақырыбын анықтап алғаннан кейін, біздің сабағымыздың мақсаты бүгінгі хроника жанрының құрылымы мен рәсімделуімен танысу және хроника жанрындағы мәтіннің жанрлық ерекшелігін талдау арқылы оқушылардың өзіне де осы жанрдағы мәтінді жазуға мүмкіндік берілетін болады. Келесі біз оқушылармен жалпы көшпенділер деген ұғымды қалай түсінетіндіктері туралы және осы сөзбен байланысты нені байланыстыра алады, соған қатысты өздеріне ментальды карта толтыруға тапсырма беруге болады. Бұл жерде оқушылардың жалпы осы көшпенділердің қазақ халқының мәдениетімен, салт-дәстүрімен, тарихымен байланысты әртүрлі сөздер мен сөз тіркестерін оқушылар жазып көрсетеді. Содан кейін бірнеше оқушылардың пікірлерін тыңдау арқылы олар өздерінің карталарын толықтыруға да мүмкіндік алатын болады. Бұл енді төменгі 7-ші сынып болғандықтан осы тақырып төңірегінде білімдері де аздау болуы мүмкін. Сондықтан да оқушыларға YouTube арнасынан белгілі төменде көрсетілген сілтеме бойынша бейнебаян көрсетіледі. Сол бейнебаянда көшпенділер мәдениетімен байланысты ақпараттарды ментальды карталарына толтыру арқылы оқушылар жаңа ақпарат, жаңа білім алып, яғни тақырып төңірегінде, лексикалық тақырып төңірегінде ақпараттарын кеңейтетін болады. Және осы бейнебаяндағы ақпараттарды біз келесі тапсырмалармен де байланысты екендігін айтатын боламыз. Яғни оқушылар сабақ тақырыбымен байланысты, яғни көшпенділер мәдениетімен байланысты түсініктерін алып, білімдерін кеңейткеннен кейін, енді сабақтың мақсатына байланысты хроника деген қандай жанр және оның қандай стильге жататындығы, жалпы осы терминді қалай түсінетіндіктері туралы оқушылармен ой пікір алмасып, жаңағыдай талқылау жасап алуға болады. Бұл жерде оқушылардың жауаптары қате болса да, біз оларға өздерінің болжамын айтуға мүмкіндік беруіміз қажет. Оның маңыздылығы неде? Себебі оқушылар одан кейін хроника жанрына туралы, оның ерекшелігі туралы, яғни мәтінді түсініп оқығаннан кейін өздерінің берген болжам жауаптарына қаншалықты қисынды немесе қисынсыз екендігіне көздері жететін болады. Хроника жанры туралы мәтінді бірнеше мәрте мұқият түсініп оқыңыз. Хроника публицистикалық стильдегі жанр. Журналистикадағы хроника дерек туралы қысқаша хабар. Ол халыққа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таралады. Оған қажетті, қоғамдық маңызы бар деректер жатады. Хроникада журналист дерек пен оқиғаға қатысты маңызды ақпаратты қысқа баяндайды. Яғни ол оқиға орны, мерзімі және оған қатысушылар жайында. Хроникада бір тақырыпқа қатысты әр жерлерде орын алған оқиғалар баяндалады, немесе әр жерде болған әр түрлі оқиғалар туралы қысқа әрі нақты ғана ақпарат беріледі. Публицистикалық стильдің сұхбат, репортаж секілді жанрларымен салыстырғанда көркемдегіш тәсілдер өте сирек қолданылады. Міне, оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты хроника жанры туралы әрі қысқа, әрі нұсқа осындай ақпарат беріледі. Одан кейін келесіде оқушылар мәтінді түсініп оқып болғаннан кейін, олардың осы берілген ақпаратты қаншалықты меңгеріп түсіне алғандығын бекіту мақсатында шын жалған тапсырмасын орындатуға болады. Яғни бұл жерде осы алдыңғы мәтінмен байланысты әртүрлі ақпараттар берілген. Хроника журналистикалық стильде жазылатын жанр,
Хроникада қоғамда маңызы бар оқиғалар баяндалады. Оқиғаның өту барысы, орны, қатысушылар жайында нақты толық ақпарат беріледі. Хроника халыққа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тез таралады. Хроникада журналист деректі жеткізуде көркем сөздерді молынан қолданып, әсерлі жеткізеді. Бұл берілген тапсырманы оқушылар ауызшада немесе сіздің жаңағы таратпа қағаздарыңызға белгілеу арқылы жазбашада орындай алады. Одан кейін барып сіз осы тақтада жауап кілтін көрсету арқылы бұл берілген ақпараттардың екі жалған ақпараты берілген, яғни оның неге жалған екендігін оқушыларға дәлелдетсеңіз де болады. Келесіде енді осы теориялық жанр туралы теориялық білімдерін әрі қарай қолдану мақсатында, қаншалықты білу түсіну деңгейіне жеткендігін анықтау мақсатында мынадай газет жанрында берілген, газет мақаласында берілген осындай шағын мәтінді ұсынуға болады. Қыркүйек айының 16 күні бастау алған Ұлы Дала мұрагерлері атты облыстық форум аясында Қарағанды қаласының мектептерінде ұлттық мұраларымызды насихаттау мен жас ұрпаққа төл тарихымызды таныту мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Шараға барлығы 30 мектеп қатысты. Кеше қаламыздағы тарихи тұлға Әлихан Бөкейханов атындағы нөмір 76 мектеп ұжымы халқымыздың көшпелі мәдениетін танытуға бағытталған салт дәстүрім қазынам тақырыбында көрме ұйымдастырып, оған нөмір 36-54 мектептердің оқушылары мен ұстаздарын, ата-аналарын шақырды. Бүгін 30 қыркүйекте Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы тарихыңды тана атты аймақтық ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырды. Оған аймақтық мектептерден 15 оқушы қатысып, Ұлы Даланың 7 қыры, Жібек жолы және Қазақстан секциялары бойынша ғылыми жобаларын қорғады. Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының 7-ші сынып оқушысы Досұлы Нияздың жобасы жоғары бағаланып, арнайы дипломмен марапатталды. Сонымен қатар облыстық мәдениет басқармасы оқушы мен ғылыми жетекшісіне рухани астанамыз Түркістан қаласына күзгі демалыс уақытында баратын 3 күндік жолдама сыйлады. Міне оқушыларға шағын хроника жанрындағы мәтін ұсынылды. Одан кейін барып енді оқушыларға келесі осы мәтіннің жанрлық ерекшеліктерін талдау мақсатында төмендегідей кестенің негізінде тапсырма ұсынуға болады. Бұл жерде оқушылар мәтіннің стилінің қандай стильге жататындығын анықтайды, мәтіннің жанрын және мәтін кімдерге арналған, яғни оның әртүрлі аудиториясын қарастыру қажет екендігін түсіну керек. Келесіде мәтіннің қандай жанрлық ерекшелігін анықтадыңыз, 2 дәлел келтіреді мәтіннен. Сонымен қатар мәтіннің жалпы мазмұнын түсінуге қатысты хроника жанрының жаңағы нақтылығын анықтау мақсатында мәтінде қандай шаралар туралы баяндалады, мәтіндегі шаралар қайда өтті, шараға қатысушылары кімдер, іс-шаралардың қоғамдық маңызы қандай деген сұрақтардың төңірегінде оқушылар берілген хроника жанрындағы мәтінге толық жан-жақты талдау жасайды. Әрі қарай осы алған білімдерін қолдану үшін оқушыларға шығармашылық бағыттағы төмендегідей тапсырма берілуге болады. Яғни бұл 1969 жыл. Сіз жергілікті жасөспірімдерге арналған Жас ғалым журналының тілшісісіз. Суреттер мен сөздерді пайдаланып, қазақ тарихындағы баға жетпес құнды мұра, алтын адамның табылуы жайында шағын хроника жазыңыз дейді. Бұл алтын адамды неге алып отырмын? Себебі оқушылар жаңа көшпенділер мәдениеті деген бейнебаянды көру барысында осы алтын адамға қатысты, оның зерттелуіне, оның табылуына байланысты ақпарат алған болатын. Міне осы бейнебаяндағы алған білімдерін қолдана отырып, тірек сөздерді қолдана отырып, оқушылар осы белгілі бір тарихи оқиғаға қатысты шағын хроника жазуы қажет болады. Әрі қарай, яғни оқушыларға белгілі бір уақыттан кейін өздерінің жазған хроникаларын оқытып, оларға өзара бір-бірлеріне кері байланыс, яғни жағымды пікір, жақсартуға ұсыныс деген сияқты әдістер арқылы оқушылардың өзара бағалауын жүзеге асыруға болады.
Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тәжірибелеріңізде қолданып, пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.